Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге мен өнербек арнасы достар, қалайсыңдар? Мен сіздердің жаңа ғана көрген трейлерлеріңіз, бұл біздің ендігі арла пропускымыздың трейлері болатын болады. Трейлердің өзіне келетін болсақ, трейлер өте керемет жасалынған, өте қызық. Және де сол достар, одан кейін бұл осы видеода не десем болады, скриндар өте көп болады, және де видеолар аз болады. Наборларды, доскаларды мысалы видеоға түсіріп көрсетуге болатын еді, бірақ әншейін скрин алып көрсетілген, скрин алып түсіріп көрсеткен шетелдік ютуберлер. Неге екенін білмеймін, бірақ видеоға түсіріп салуына болатын еді. Сол көпсілеміз, видеомызды басаймыз. Міне осындай жетон асқабақтар біздің ойынға қосылатын болады Хэллоуинский событияға. Осындай 3 жетон, яғни 3 түрлі обменниктер бола ма, 3 түрлі халява бола ма, сондай. Мен түсінуімше сондай. Одан кейін одан басқа мен бұл нәрседен, бұл жақтан, бұл жерден ештеңе көріп тұрған жоқпын. Және де міне осындай қыздың наборын жақында біздің ойынға қосады деп жатыр. Бұл наборды неге видеоға түсіріп көрсетпеген білмеймін. Скрин алып әншейін көрсетсе саған эффекттерін, басқа жерлерін дұрыстап көре алмаймыз. Әншейін скрин ғана. Осындай қыздың наборын мен әлі баға бермеймін, себебі бұл наборын видеосын әлі көрген жоқпын. Скринда жаман болғанымен былайынша ойында күшті болуы да мүмкін. Білмеймін, бұл наборға баға бере алмаймын. Және де осындай лутбоксты біздің ойынға қосатын болады. Бұл лутбокс нормально менің ойымша. Және де бұл лутбоксты тегін береді деп жатыр. Тегін береді деген нәрсеге бұл тұрарлық. Және де осындай стенаны біздің ойынға қосатын болады. Бұл стенаны ютуберлер айтып жатыр, шетелдік ютуберлер айтып жатыр, бұны инкубаторға қосады деп. Менің ойымша бұны басқа бір нәрсеге шығару мүмкін, пополнениеге болмаса, білмеймін, бір басқа бір событияға қос жері ма, арасына тық жері ма, менің ойымша сондай. Одан кейін міне бізде осындай сковородка мен стена, бұл екеуі бір-біріне өте қатты ұқсас. Және де менің ойымша осы екеуін отдельно бір событияға қосады деп ойлаймын. Екеуі бір-біріне өте қатты ұқсас. Сондай. Және де бізде осындай алмазный жекот. Бұл алмазныйды тоже видеоға түсірмегені өте өкінішті. Бұлай эффекттерін көріп баға бере алмаймыз. Өкінішті. Сол достар, көпсілеміз. Және осындай подсказка, новый транспорт. Новый транспорт шығуы мүмкін деп жатыр. Бұл подсказканы қателеспесем трэп пропусктың трейлеріне қосқан болатын. Сорада сахнада өлең айтып тұрған кезінде артында тұрады осындай бір транспорт. Мен ойлағанмын, бұны әншейін мода үшін қосқан деп. Сөйтсем бұл подсказка екен. Осындай бізде транспорт жақында ойында шығады деп жатыр. Шыға ма, әлде шықпай ма білмейміз. Болмаса бұл әншейін скин болуы мүмкін, болмаса бұл транспорт болуы мүмкін. Менің ойымша бұл транспорт деп ойлаймын. Және де бұл транспорт походу спорткардан тез жүреді деп ойлаймын. Менің ойымша солай. Одан кейін осындай катананы да тоже видеоға түсірмеген өкініш болып тұрды. Видеоға түсірмеген өте жаман болды. Видеоға түсірген кезінде әдем болатын еді. Эффекттерін көріп шамәлі айналдырып бағасын беріп, тутем-судем, сондай.
Одан кейін міне осындай 3 досканы да видеоға түсірмеген, әшейін скрин алып көрсеткен. Бұл 3 доска біздің ойынға қосады деп жатыр. Міне осындай бірінші доска осындай болады. Осындай әдемі, нормально, бояулары күштеген, еще эффекттері жақсы. Одан кейін міне осындай екінші доска демоның стилінде жасалған, сондай хорошо, сондай заттар, сондай нәрсе. Бұл доска да нормально. Одан кейін міне үшінші доска, бұл хэллоуинский доска. Бұны жақында бізге келетін хэллоуинский собой тағы қосады. Және де мен жоғарыда айтып кеткен болатынмын, осындай 3 жетон болады деп. Сол 3 жетондарға походу біреуіне обменникке қосады. Осындай обменникке қосады деп ойлаймын, менің ойымша. Одан басқа қай жерге қосады, пополнениеге де қоспауы мүмкін. Және де айтып жатыр, бұны тегін береді деп. Және де осындай бізде джекпот рулетке шығады. Бұл джекпот рулеткеде главный приздары граната мен катана, бұны біздің пополнениеге шыққан болатын. Менің ойымша бұны джекпот рулеткеге қоспайды, оның орнына басқа зат болады. Және де мен жоғарыда айтып кеттім, катана деп. Және де мына арада тұрған катананың орнына бір набор қосып, и потом сондай бұрышында тұр ғой ше, бір мындай түсініксіз бір авама, короче, бұрышында тұр. Сол. На катана тұрған жер сияқты, жерде тұр ғой, сондай бір катана. В общем, сораға мен жаңа жоғарыда айтып кеткен катананы қосуы мүмкін. Менің ойымша солай, басқалай болмайды. В общем, сол достар. Одан кейін міне осындай персонаж. Осындай персонаж біздің ойынға қосатын болады. Осындай персонаж уже пути, мен сендердің ойындарыңа келе жатырмын деп. Ерте келетін, жолда машинам баллоны тесіліп қалды деп шайып отырды, сен ойнап. Одан кейін осындай персонажды ютуберлер айтып жатыр, бұл персонаж Free Fire тарихындағы ең мықты персонаж болады деп жатыр. Және де оның навыгы да годный навык болады деп жатыр. Годный навык. Хорошо, сондай проблемасы көп. Бір капитан бой уақыты ма, бір дейді. Бұны бір әншінің құрметіне қосып жатыр ойынға. Осындай бір әншінің құрметіне қосайын деп жатыр ойынға. Одан кейін міне хорошо, бұл нәрсені көрсетпейтін ем, бірақ точно бір басыма бірдеме келді. Короче, ойында 2 аптаның ішінде 1 миллион аккаунт банға кірген, және де 3 миллион устройство, яғни телефондар ма, Free Fire ойнай алмай ма, сондай проблемасы көп. Сондай 3 миллион устройство банға кеткен тоже. Бұл өте өкінішті нәрсе. Free Fire'да читерлер көбейіп бара жатыр. Және де Free Fire'да читерлер болмаған қаласаңыздар, онда осы видеоға тегін лайктарыңызды басып кетулеріңізді сұраймын. Free Fire'да читерлер барлығын құртады. Читпен ойнаған менің ойымша өте дұрыс емес нәрсе. Короче, дұрыс емес, читпен ойнаған. Короче, әсіресе рейтингте әрине қасықтап жеген рейтингтердің біреулердің бұл минусқа кетіп кіргізіп тастайды. Хорошо, сондай проблемасы көп. Хорошо, читерлер болмасын десеңіздер, онда осы видеоға лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. В общем, сол достар. Сіздермен болған мен Өнербек арнасы достар. Келесі кездескенше. Пока-пока.